Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 9 сыныпта география пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. 4 бөлім әлеуметтік география, халық географиясы. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы халықтың миграциясы, миграциялық саясат. Сабақтың оқу мақсаты: Қазақстандағы көші-қон үдерісін талдап, басты бағыттарын анықтайды. Көші-қон саясатының өзіндік үлгісін ұсынады. Бағалау критерийі: Қазақстандағы көші-қон үдерісін талдайды, мемлекеттің көші-қон басты бағыттарын анықтайды. Оқушылар, Қазақстан Республикасының көші-қон туралы заңы 1992 жылы қабылданады. Осы заңда ішкі және аудан аралық, тұрақты және маусымдық, вахталық, қатынамалы, отбасылық, тұрмыстық, сонымен қатар ауылдық мекенінен қалаға керісінше ауылдық мекеніне көшу-қонудың барлық заңнамасы осы көші-қон туралы заңында 1992 жылы бекітіледі. Оқушылар, бүгінгі сабақтың термин сөздіктермен танысайық. Кейбір термин сөздіктер өткен сабақтан бізге белгілі. Еске түсірейік: миграция, эмиграция, иммиграция, депортация, дискриминация. Анықтамасын еске түсірейік. Миграция латын тілінен аударғанда көші-қон, қоныс аудару деген мағынаны білдіреді екен. Адамдардың қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ уақыт немесе біржолата қоныс тебу процесін айтады екен. Иммиграция латын тілінен аударғанда елден кету, өз еліндегі тұрғылықты мекенін бөтен елдегі тұрғылықты жерге айырбастау. Иммиграция латын тілінен аударғанда көшіп келу, қоныстанушылық келімсектік бір мемлекет азаматтылығын екінші бір мемлекеттің тұрақты немесе уақытша тұру үшін көшіп келуі. Депортация латын тілінен аударғанда шығару, мемлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп шығару. Депортация жиі басқа бір мемлекетке шығып кеткен шетел азаматтарына немесе азаматтылығы жоқ адамдарға қатысты қолданылады. Дискриминация латын тілінен алғанда алалау, бөлектеу, нәсілдік, этникалық, жыныстық, жастық және басқа да белгілі немесе субмәдени топ мүшелеріне болғанына қарай азаматтылығы құқығынан айырып, мүмкіндіктерін шектеу процесі болып есептеледі екен. Оқушылар, статистика бойынша 1991 жыл мен 2000 жылдар аралығында 2 миллион адам миграцияға ұшыраған екен. Ең жоғарғы көрсеткіш 1994 жылы, онда сыртқы көшкендердің саны 410,4 мың адамға тең болды. Кейінгі жылдары 200-160 мың адамға тең болды. Жоғарғы және орта білімді мамандардың 1993 жылы 39%, 1994 жылы 46%, 1995 жылы 33%, 1999 жылы 39%, 2000 жылдары 38,8%-ға миграцияға ұшыраған екен. Қазақстаннан көшіп кеткендер туралы ақпарат. Көші-қон айырымы бойынша этникалық құрамға келсек, 71,3% орыстар, 8% немістер, 6,6% украиндер, 4,5% қазақтар, ал жас құрамына келсек, 73% 16 мен 62 жас аралығы екен, 21% 15 жасқа дейінгі балалар екен, 6% 63 жастан асқан ересектер тобы екен. Оқушылар, Қазақстаннан көптеп көшкен ұлттардан орыстар, немістер, украиндер және еврейлер екен. 1994 жылы Ресейге 72%, Украинаға 2%, Өзбекстанға 1,7%, Беларуське 1,7%, Қырғызстанға 1%, әсіресе орыстар Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Ақмола, Алматы, оңтүстік Қазақстан облыстарынан көшкендігі туралы мәлімет беріліп отыр. Жалпы миграциялық көші-қон бағыттары ол Ресей мен Германия екен. 1992 мен 1997 жылдары ТМД Балтық елдерінен келді бізге, яғни 534 мың адам, кетті 2021 адам. Оқушылар, Қазақстандағы көші-қон процесі екі түрге бөлінеді екен.
ішкі көші-қон және сыртқы көші-қон. Ішкі көші-қонға Түркістан, Жамбыл, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстары кіреді. Ішкі мигранттарды қабылдау бойынша Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары, сонымен қатар Атырау мен Маңғыстау облыстары алдыңғы орында екен. Сыртқы көші-қонның, яғни сыртқы мигранттардың келуі мен кетуі бойынша көшбасшы аймақтар кетуі жағынан Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Алматы қаласы. Ал келу жағынан көшбасшы қалалар ол Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы, Түркістан облысы және Шымкент қаласы, Жамбыл облысы, Алматы облысы, Атырау облысы, Маңғыстау облысы, Шығыс Қазақстан облыстары екен. Оқушылар халық санының азаю жағынан алдыңғы қатарларда Жезқазған, Атырау, Торғай қалалары екен. Ал керісінше халық санының өсуі жағынан жоғары көрсеткіш көрсетіп тұрған Алматы, Павлодар, Қостанай, Ақмола қалалары болып есептеледі екен. Оқушылар, ең алдымен бейнематериалға назар аударыңыздар. Оқушылар, алған білімімізді шыңдайық. Бірінші тапсырма. Кестедегі берілген мазмұнның дұрыс-бұрыстылығын белгі қою арқылы тап. Іске сәт. Оқушылар, тапсырманың жауабын тексерейік. Жарайсыздар. Оқушылар, екінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтінге назар аударыңыздар. Мазмұнмен танысамыз. Оқушылар, мазмұнмен танысып болсақ, дәптерлерімізге еліміздегі көші-қонның басты бағыттарын және себептерін анықтап, сызбаны түсіресіздер. Басты бағыттарынан 4 дәйек, миграциялық себептерге 4 дәйек келтіресіздер. Оқушылар, үшінші тапсырмаға көшейік. Алдыларыңызда Қазақстан Республикасының кескін картасы беріліп тұр. Яғни кескін картаға ішкі көші-қонның басты бағыттарын белгілейсіздер. Дескрипторға назар аударыңыздар. Кескін картаға Қазақстанның ішкі көші-қонның негізгі бағыттарын белгілейсіздер. Қазақстанның ішкі көші-қонның картасымен өз жұмыстарын салыстырасыздар. Үйге тапсырма. Жас мамандардың шет елдерге қоныс аудару себептері туралы мәлімет жинақтайсыздар. Оқушылар, бүгінгі өтілген сабақ бойынша ойды аяқтау арқылы кері байланыс беріңіздер. Бүгін мен білдім, қиындық тудырды, мен үйрендім, қолымнан келді.